Жүктілік кезде алғашқы уақытта 12 аптаға дейін біз неден аулақ болу керекпіз? Неден? Ең негізгі дамитын уақыт бұл 5 апта мен 7 аптаның аралығында. Неге? Бұл кезде неден аулақ болу керек? Бірінші орында стресстен. Стресс в первую очередь. Екінші орында, когда жүктілік болады, бірден бүкіл клетка жасын бәрі жатырға қарай кетіп қалады бала үшін. И біз сразу иммунитет түсіп кетеді. И сразу Саламатсыздар. Ассаламу алейкум қыздар. Жалпы бүгін жүктілік кезде алғашқы уақытта 12 аптаға дейін біз неден аулақ болу керекпіз? Неден сақтану керек? Неден күтіну керекпіз? Осы туралы айтатын боламыз да. Жүктіліктің алғашқы аптасы біз байқамаған халде бұл кішкентай эмбрион, яғни бірінші аптадан бастап максимум 7 аптаға дейін ол маткаға түсу керек. В основном даже 5 аптаға дейін да. Мына жүрек соғысы сол 7 аптаға дейін тоже пайда болу керек да. Ең негізгі дамитын уақыт бұл 5 апта мен 7 аптаның аралығында. Неге? Жұлындағы нерв талшықтары негізгі дамитын орын. Сол бүкіл нәрсенің қызметін атқарады. Бас, миы, өкпе, жүрек, бүйрек, бүкіл денеміз ішеміз. Себебі біз негізгі омыртқа жұлын жасушасы өтеді. Бұл кезде неден аулақ болу керек? Бірінші орында стресстен. Стресс в первую очередь. Екінші орында әр дәріні бір нұсқаусыз іше беруге болмайды. Флюорографияға именно біз жүктілікті түсіп қоямыз ғой, содан аулақ болуымыз керек. Желательно вакцина деген нәрсеге жоламағанымыз дұрыс. Қай жерде оқшауланған нәрсе болып тұр, яғни инфекционный нәрсе болып тұр, ол жерге жақындамағанымыз дұрыс. И дұрыс тамақтану. Газированныйлар кішкене азайту, дұрыс тамақтану, спиртной, темекі, наркотикалық вещества деген нәрселерден алыста болған дұрыс. Естественно, и кальян. Кальян айтады, ой, кальян ғой, это не кальян, а кальян кәдімгі да. Не үшін? Потому что ол жерде никотинде наоборот көп. Поэтому бұл категорически болмайды қыздар да. Міне, сол 7 апта сіз дұрыс күтінсеңіз, иншалла сіздің балаңыз жақсы болады. И бұл кезде не болу керек? Иммунитет түсіп кетпеу керек. Поэтому иммунитет көтеретін бізде не? Біз жақсы көрмейтін брокколи, жақсы көрмейтін чеснок, пияз, да, біз ұнатпаймыз лук, да, или жуа, или вот осы нәрселерді наоборот біз көбірек қолдану керекпіз. Естественно, фруктыларды, фрукты өте көбірек. Не үшін? Себебі, когда біз иммунитетті көтереміз, біз ауырмаймыз. Себебі, когда жүктілік болады, бірден бүкіл клетка жасын бәрі жатырға қарай кетіп қалады бала үшін. И біз сразу иммунитет түсіп кетеді. И сразу обязательно біз гриппен или тағы басқасы неше түрлі нәрсемен ауырып бастаймыз. Сондықтан осындай ауру нәрселер болмау үшін біз иммунитетті всегда жоғары көтеріп тұру керекпіз. Бізге керек не? Витамин, витажинал. Міне бізде витажинал да, мен түрін көрсетпедім. Кешірім өтінем. Міне біздің витажиналымыз да, осы витажинал баға өте қатты ұнайды, потому что бұны до беременности ішуге болады, вовремя беременности и после тоже ішуге болады. Өте комплексный витамин. И плюс бізге болады фемибион ішуіңізге болады, или вит ішуіңізге болады. Кез келген бұл ешқандай дәрігердің нұсқауынсыз сізге ішуге болатын препарат. Ары қарай сізге денсаулығыңызға қарай береді. Ал фолий іше деп сұрайды да бізде. Фолий мынаның ішінде бар. Фолий қышқылы бар. Кез келген комплекс витаминнің ішінде фолий қышқылы бар да. Сондықтан оны ешқандай нұсқаусыз өзіңіз алып іше беруіңізге болады. Бұл сіздің денсаулығыңызға ешқандай зиянын алып келмейді, иә. Одан бөлек не? Жыныс қатынас ше бола ма? Әрине болады. Әрине болады. Ең басты жесткий секс емес да, яғни прям угроза тұратындай емес. Ал егер қан көрінсе ше, қан көрінсе немедленно гинекологқа барасыз. Нормада ешқандай қан болмайды. Жүктілік кезде ешқандай қан болмайды. Түсінікті ме? Сондықтан егер де қанды выделение, қоңырқай деген нәрселер бірден гинекологқа барасыз. Ауырсыну бастапқы уақытта болуы мүмкін, іштің белдің жоғарғы төмен жақтарында да. И плюс ішіміз бірден желденіп, қайтадан босап кету деген нәрселер болуы мүмкін. Это нормально. Сондықтан бұл нәрсе үшін уайымдаудың керегі жоқ да. Ең басы сіздің питаниеңіз, дұрыс тамақтануыңыз. Кофе ішуіңізге болады, егер тем более біз иммунитет төмендеген давление түсіп кетеді, соны көтеру мақсатында кофе ішуіңізге болады. Бірақ енді кофе болғанда бір күнде 4-5 кесе емес, әрине максималды 1-2 шыны ішуіңізге болады. Сондықтан қазірден бастап жүктілікті байқаусызда мен көтеріп қойдым емес, планируем, көтереміз, аман-сау баланы әкелеміз. Тем более мына заманда. Қазір не көп, бүде ауыршаң балдар көп. Сондықтан сіз сау бала дүниеге әкелу үшін міндетті түрде гинекологыңыз наблюдениесі болыңыз. Планирование жасау керек. Яғни планировать ету керек. Яғни етіп атырмын деп емес, как боларын дәрі-дәрмектеріңізді ішулеріңіз керек, витаминдеріңізді ішуіңіз керек да. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Менің сұлу жүкті қыздарым, аман-есен босанып алыңыздар. Ең қауіпті сезон сол 8 аптадан өтіп кетсеңіздер, ары қарай уайымдаудың да қажеті жоқ. Иншалла 12 аптадан аман-есен жетесіздер. Денсаулықты қазірден бастап күте біліңіз. Егер қандай да бір вирус болса, сразу гинекологыңызға барып ем алып, сол вирусты өсірмейтін дәрілер алғаныңыз дұрысырақ. Ол сіздің титрінің мөлшеріне, яғни вирустың мөлшеріне қарай берілетін нәрсе екенін ұмытып кетпеңіз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппаровна.